Ассаламағалейкум. Қайырлы кеш, назарларыңызда информ бюро жаңалықтары. Студияда Мақсат Толықбай Және Айда Боранбай. Бүгіннің басты жаңалықтары. Сәтсіз сүндеттеу. Қарағандыда 5 жасар баланы сүндеттеймін деп өрескел қателік жіберген хирургтер жауапқа тартылады ма? Алматының жаңа үйлерінде тұратын тұрғындар неліктен ашу ызаға булығып Райымбек даңғылын жапты. Қарағанды соты Бесобадағы қираған үйге қатысты қандай қаулы шығарды? Қазақстан жанармай тапшылығын жою үшін енді Қытайдан бензин сатып ала ма? Қарағанды емханаларында сұмдық жағдай болды. 5 жасар баланы сүндетке отырғызбақшы болған дәрігер байқаусызда жыныс мүшесінің басын қоса кесіп тастаған. Баланың анасы өзісіне салғырт қараған дәрігерлерді медицина саласынан аластатуын талап етуде. Ақылаттылардың кесірінен сау балам мүгедек болып қалды деп ана шырылдап отыр. Пока мы лежали в больнице, дома никто не ел, не пил, не ходил, траур был. Не знаю, пока вот нас не выписали. Нана өзінде баласын камераға түсірмеуге өтінді. Отағасы жуырда ислам дінін қабылдап, 2 баласымен бірге өзі де сүндетке отырмақшы болған. Бірінші баласына ота сәтті жасалғанымен, екінші ұлын жарты сағат күтеді есіктің сыртында. Поликлинике хирург нам ничего не сказал. Жарты сағат күттік. Хирург ештеңе айтпады. Жедел жәрдем шақырып басқа емханаға алып кетті. 4 сағат операция жасады. Содан кейін барып бірақ білдік. Басын бірақ кесіп тастапты. Бұдан кейін де балаға бірнеше рет ота жасалды, бірақ жарасы үсті-үстіне асқынып кеткен керісінше. Шешесі болса өзіне салғырт қараған мамандардың жазыланбағанына қапалы. Өйткені нақты айғақтар болса да, арнайы құрылған комиссия рақымшылық заңына сәйкес барлық әрекетін ақтап шықты дейді. Ал емхана басшылығы болса, кім қателеспейді? Мамандарымыздың біліктілігі жоғары деп өздеріне шаң жуытар емес. Оның кәсіби біліктілігі жоғары, тәжірибелі хирург. Түсініңіздер, дегенмен қателік бәрінде болады ғой. Сол қателіктің кесірінен бала енді мүгедек болып отыр. Ал емхана басшылығы кінәлі дәрігерге жаза қолдандық дейді. Айтып отырған жазалары 1 айлық сыйақыдан ғана тайдырыпты. Жалақыдан да емес. Дегенмен ата-ананы ол емес, баласының келешегі алаңдатады. Шетелде ота жасауға болады, бірақ оның өзінде бала өскенде бедеулікке алып келуі мүмкін. Өйткені ағза жетілген күннің өзінде табиғи жолмен ұрықтануға қабілетсіз болады. Құны $12,000 тұратын мұндай пластикалық операцияның түрі Түркияда ғана жасалатын көрінеді. Отбасының оған жағдай келмейді. Амал таусылған ата-ана енді емхананың өзін сотқа беріп, материалдық және моральдық өтемақы талап етпек. Мақсат Толықбай, Людмила Байдюшкина, Қарағанды. Ал осы Қарағанды қаласының Бесоба ықшам ауданындағы үйдің құлауына байланысты Қазыбек би аудандық соты Қарағанды әкімінің бұрынғы орынбасары Сергей Гребенщиков пен облыстық сәулет құрылыс бақылау басқармасының бұрынғы бастығы Александр Воробьевті тұтқындауға қаулы шығарды. Александр Воробьев Бесоба тұрғын үй кешенін тұрғызу үшін құрылысқа жарамсыз жер телімін берген. Ал Сергей Гребенщиков құрылысы біткен үйлерді сапасын тексермей қабылдап алған. Сот қаулысы бойынша аталған 2 адамның қызметтерін дұрыс атқармаған жөнінде тергеу органдары жеткілікті дәлел жинаған. Естеріңізде болса, Қарағанды қаласындағы Бесоба тұрғын үй кешеніндегі 7-ші үй 6 сәуірде құлаған болатын. Осы оқиға бойынша тексеру жүргізген мемлекеттік комиссия Бесоба кешені салынғанда құрылыс нормалары бұзылған деген қорытынды жасады. Құрылыстағы салған мердігерлерге де қатысты апатқа келген сапасыз құрылыс бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ал бірнеше күн бұрын өрт жалмаған ArcelorMittal Теміртаудан тағы да шу шықты. Бұл жолы 3000 жұмыс айлықты 30% өсіруді талап етіп, ереуілге шыққан. Компания биыл 21 мамырдан бастап жұмысшылар айлығына инфляция деңгейіне сай 7,4% қосуды ұсынған. Алайда кәсіподақ басшылары компанияның бұл ұсынысына келіспеген. Бүгін бірнеше сағатқа созылған митингінің ақырында президент әкімшілігіне, парламентке, үкіметке, Нұр Отан партиясына, ArcelorMittal Теміртау компаниясы басшылығына, облыс пен қала басшыларына жіберетін хат дайындалды. Алматы қаласында да ереуілдер толқыны басылмай тұр. Бұл жолы жап-жаңа үйлердің тұрғындары наразылық білдіріп жол жапты. 3 күннен бері жарықсыз қараңғы үйде қарманып қалғандар бала шағасымен кеше түнде наразылық акциясына шықты. Наразы халықтың жолды жабуына қомақты қаражатқа сатып алған үйлерінде жарықтың сөне беретініне себеп болған.
Райымбек даңғылы мен Момышұлы көшелерінің қиылысында орналасқан жап-жаңа үйлердің жарыққа жарымай отырғаны 20 шақты үй. Үшінші күн үйлеріне кіре алмай жүр жұрт. Өйткені қара түнекті ұры-қарылар отынды пайдаланып жатқан ұқсайды. Көліктердің айнасын өттеушілер енді пәтерлердің есігінде сығалай бастапты. 28-ші домда, 8-ші этажда біреулер үйін ограбить етіп кетті. Серьезное отключение вот до 3 дней второй раз. 3 күн біз үшін 3 жылдай болып тұр. Өзіңіз ойлаңыз. Өркениеттен жұрдай болып қараңғы қапаста отыру үшін сатып алған жоқпыз пәтерімізді. Жаңа үй деп келдік. Енді келіп әкімшіліктегілер КСК жауапты десе, ондағыларды таба алмай қалдық. Ал біздің бала-шағамыздың жазығы не? Бұдан бұрын да жаңа үйлердің жарыққа жарыған шамалы екен. Жыпылықтай беретін электр қуаты қаншама техникамыздың да көзін құртты дейді халық. Тұрғындарды орын алған жағдайға жауапты жанның табылмауы ашындырған. Біз өте қиналып жатырмыз. Например, балдар сабаққа барады, таңертең тұру керек, садикке барады, киім өтіп келмеген, холодильниктегі тамақтың бәрі бұзылды уже. Қараңғылықтан қашып жол жарығын жағалап жүргендер наразылықтарын білдіріп жол жапты. Бір емес, 2 мәрте. Түнгі сағат 23:30, ал Райымбек даңғылынан шыққан айғайдың адуыны әлі қатты. Әсіресе ұйықтап қалатын уақытында жол жапқан үлкендердің қасынан қалмай жүрген бүлдіршіндер белсенді. Тіпті олар жағдайды білуге келген әкімдік өкілдерінің жеке басын растайтын құжатын талап етіп әуре. Покажи удостоверение. Құрылысты жүргізген компания светін өкіметке өткізбеген. Баланста жоқ бұл жер. Ертең обедке сағат 12-ге дейін осылай жоспарлап отырмыз. Құзырлы орган билік өкілдері тәртіп сақшысы бар топ тараталмаған наразы елді осы жауап жұбатқан. Бірақ бүгінде бұл уәде орындалмапты. Жаңа үйлерге әлі жарық берілмеген. Ержан Сәйітжан, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31 арна Алматыда. Қазақстанның рекордын. Ал қарағандылық тергеуші пара алудан Қазақстанның рекордын жаңартты. Қаржы полициясының капитаны лауазымды тұлғаға қылмыстық іс қозғамау үшін одан 550 миллион теңге талап еткен. Оны пара алу кезінде әріптестерінің өзі ұстаған. Қаржы полициясының айрықша істер жөніндегі аға тергеушісі сенбі күні өзінің кабинетінде қамауға алынған. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 132 бап бойынша ол 3 күнге изоляторға жабылды. Оның ары қарайға жағдайы пара алу дерегі бойынша қозғалған іске байланысты. Әзірге тергеушінің кімнен және қай істі жасырып қалу үшін пара алған жөніндегі мәлімет тергеу мүддесі үшін жасырын ұсталуда. Ал Таразда күш көрсетіп көлік ұрлаумен айналысқан күдіктілер қолға түсті. Ұсталғандар өз құрбан етіп такси жүргізушілерін таңдаған. Алматы Таразға бет алған жолаушылар жарты жолда көлік иесіне пышақ тақап, BMW маркалы автокөлікті қолды еткен. Ауыр жарақат алған көлік иесі қазір ауруханада. Ұрланған көлік көп ұзамай бұзылғандықтан жол жиегіне жасырылған. Осы іске қатысы бар 2 қарақшыдан анықталды. Олар 1991 жылы туылған Қаратау қаласының тумасы. Бірі бұған дейін алаяқтық үшін сотты болған. Оңай олжаға кеңелмек болғандарға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Енді олар 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Ал Алматыда пәтер тонап, кісі өлтірумен айналысып келген ұйымдасқан қылмыстық топ қамауға алынды. Шығыс Қазақстаннан келген Айшуақ Жантүгел тобын қолға түсіру үшін арнайы жасаққа дейін тартылды. Операция күндіз Дорожник ықшамауданында жүргізілген. Жалға алынған бір бөлмелі пәтерде қылмыстық топтың 9 қарулы мүшесі болған. Алайда олар қарсылық көрсеткенімен қаруларын қолданып үлгермеген. Ал аяғы сынып балдақпен жүрген топтың мүшесі 2-ші қабаттан секіріп қашпақ болған. Полицейлердің айтуынша олар Айшуақ Жантүгел атты ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшелері көрінеді. Дәл сол кісілер 1 мамыр күні Алматы қаласы Медеу ауданында орналасқан ауруханалардың бірінің тұсында жас жігітті өлтіріп, оған 16 пышақ жарақатын салған. Өкінішке орай жас жігіт оқиға болған жерде көз жұмды. Осыған дейін бірнеше мәрте сотталған жігіттердің негізгі кәсібі пәтер тонау болған. Негізінен олар киім мен ақша, зергерлік бұйымдарды ұрлаған. Сонымен қатар тергеушілер пәтерден иш тапаншасын, сайға қаруы мен 9 оқ-дәрін тапқан. Олар тонайтын үйде адамның бар жоғын терезесіне тас лақтырып, немесе домофонына хабарласып анықтаған. Полицейлер топтың 13 пәтерді тонағанын айтады. Алматылық Равиль Абдуллиннің де пәтері тоналып, ноутбугі мен ақшасы жоғалған. Пришли домой в 7 часов вечера после трудового дня. Кешкі 7-де жұмыстан келсем, есіктің құлпысы сынып, үйдің іші шашылып жатыр. Диванды сындырып, кітап сөресін аударып тастапты. Тіпті жуынатын бөлменің ішінде ақтарып шыққан. Көршілерден сұрасақ, ешкім ештеңе көрмеген. Қолға түскендердің ең үлкені 37 жаста, қалғандары 25-26 шамасында. Тергеушілер алдағы уақытта Шығыс Қазақстандық қонақтардың пәтер тонау тәсілі мен нақты қанша қылмыс жасағанын анықтамақ. Ұлан Тәліпбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31 телеарна.
Қазақстан жанармай тапшылығын жою үшін Қытайдан бензин сатып алатын болды. Мұнай және газ министрлігі жанармайға деген ішкі сұранысты қанағаттандыру үшін Ресеймен бірге Қытайдан да сатып алуды көздеп отыр. Салық комитеті мен мұнай және газ министрлігі торингтік операцияларды уақытша салықтан босату жағын қарастыруда. Министрліктің жауап хатшысы Қанатбек Сафинов биылғы қажеттілікті өтеу үшін 893 мың тонна мұнайды өңдеу қажет екенін атап өтті. Ал ресейлік сарапшылар мұнайды Қытайда өңдеу Қазақстанға қарағанда 2 есе арзанға түседі дейді. Қазақстандағы 3 мұнай өңдеу зауыты жылына 15 миллион тонна мұнай өңдегенмен, ол ішкі нарықтың 60% ғана қанағаттандырады. Жоғары октанды бензиннің 40% Ресейден сатып алынады. Қанатбек Сафиновтың айтуынша бірқатар компаниялар мұнайды Қытайда өңдеуге әзір көрінеді. Себебі тасымал құны қымбат емес. Бұл мәселе ең алғаш 2009-10 жылдары көтеріліп, Ресей зауыттарын қазақ мұнаймен толтыру көзделген. Алайда Ресейдің қаржы министрлігі капиталымыз сыртқа кетеді деп келіссөздерді ұзаққа созған. Қытайдан бөлек зауыттарының қосымша қуаты бар. Белоруссия, Украина, Иран және Румыния бар. Румынияда Қазмұнайгаздың өз зауыты бар, бірақ министрлік Қытайды таңдаған. Мұнай және газ министрлігі жанармай тапшылығы 2014 жылы шешіледі десе, мамандар әлі 3 жыл Қытайдан сатып алады деп отыр. Ал қос бүйрегінен айырылған Асылжан Асылханға жедел түрде ота қажет. 3 айынан бастап екі бірдей бүйрегі бұзылған бүлдіршін қазір қосымша құрылғының көмегімен ғана өмір сүреді. Сәбидің жанаман алып қалу үшін Пәкістан мен Израиль елдерінде ғана жасалатын ота керек. Алайда оған қажетті қомақты қаражатты жұмыссыз жас отбасы жинай алмаймыз дейді. Асылжанның бал өмірі бүйрегін алмастыратын мына аппаратқа тәуелді. 2 жасқа жақындап қалған қыз баланың күйін іш құрылысына тікелей жалғанған қосымша құрылғысыз елестету қиын. Анасының айтуынша, қалыпты салмақта дүниеге келген сәбиінің қос бүйрегі 2 айрығында алған кезекті екпеден соң жұмыс істемей қалған. Аппаратты алып тастайды, бұған қашан пересадка жасаған кезде. Ол пересадка біздің мүлдем жағдайымыз жоқ. Оны жасау үшін бізге шетелде жасайтын. Оған 240 мың, 340 мыңдай доллардай ақша керек екен. Қомақты қаражатқа донорлық бүйрек кірмейді, тек жасалатын отаның құны осы. Сондықтан бүлдіршіннің жанын аман алып қалу үшін анасы өз бүйрегін де бермек болған. Алайда салмағы сәбидің анасының ағзасын қабылдауы оңай емес көрінеді медицинада. Өкініштісі сол, бүлдіршінге ерте жастан бүйрек ауыстырып салу әдісі елімізде жиі қолданылмайды. Сондықтан Асылжанға өзге елде жасалатын отаның ауадай қажеттігін ақ халаттылар да айғақтап отыр. Только аппаратпен ғана шығарады. Содан кейін ол бірақ енді ол аппаратпен бала дегенің мәңгілік емес ол аппарат. Сол себептен оған бүгінгі күнде жағдайына қарап отырсақ, только бүйрегін ауыстыру керек. Өз бетінше жүріп тұра алмайтын баламның ой өрісі де қатарластарынан қалып барады деп белгіледі анасы. Алайда сәбиінің өмірін сақтап қалу үшін қымбат ота жасатуға қарапайым отбасының қалтасы көтермейді. Сондықтан редакциямызға көмек сұрай хабарласқан жанұя қол ұшын созамын деген көрермендерден қаржылай көмек көрсетуді өтінеді. Римар Салих, Нұрбол Қызықбаев, Қайрат Акымбаев, Информбюро, Алматы. Алда көретіндеріңіз. Қызылордада тұратын 110 жастағы Оралман апаның еліктен әлі азаматтығы жоқ. Қазақстан әлемге мазақ еткен Саша Баронның «Диктатор» фильм көрсетуге орталық Азия елдері неге тыйым салып жатыр? Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Өзбекстаннан ата жұртқа оралған 110 жастағы кейуана 8 жылдан бері Қазақстан азаматтығын ала алмай жүр. Сол себепті егде жасқа келіп денсаулығы нашарлай бастаған қария қарапайым дәрігерлік көмекті алуда да кедергі тап болады. Кешегі 1928-1932 жылдардағы ашаршылықты да бастан өткізген Қызылгүл әженің әке-шешесі 1937 жылдың зобалаңында кәмпескенің кесірінен өзімізден қашып көршілес өзбек жеріне барып паналаған. Бүгінде 110-ға келіп отырған Қызылгүл Боранбаеваның бар ғұмыры сол жақта өтеді. Облысымыз Самарқан еді. Отырған жеріміз район Зиядын деген жер. Сөйле өсіп өндік, соғыс тиылды, балалы болдық, шағалы болдық. Сөйле шалым қайтыс болды. Сонан кейін бияқта балдар алып келдім. Соғыс кезінде әскери зауытта жұмыс істеген Қызылгүл қария майдангерлерге жылы киім тігіп те жеңіске үлес қосқан. Жол бойында жұмыс істейтін кейуана көмекке барып, соғыстан жараланып келген қаншама жауынгерді әскери лазаретке тасыған, мейірбикелерге көмектескен. Кей уақытта да туған елін есінен бір ретте шығармаған әжеміз еліне келгенмен осы уақытқа дейін өзбекстандық болып отыр. Көшпегенімізге 8 жыл болды, бірақ бұл кісіні әлі азаматтық ала алмай жүрміз.
азаматтық алмағаннан кейін шығар, пенсиясы да көбеймей жатқаны. Менің баруымның кемі жоқ көші-қон полициясына. Бірақ ол кісілер күтіңіздер деп осы уақытқа дейін мені күттіріп келді. Бұл шаңырақ 2004 жылы әуелі Шымкентке келіп, сосын Қызылорда қаласындағы Тасбөгет кентіне қоныс аударған. Содан бері қаншама сұрау салса да, өзбек ағайындар Қазақстанда ғасырдан да ұзақ жасаған кейуананың барына сенбейтін көрінеді. Көршілес елдің күмәнді көзқарасы атажұртты аңсап, келген кейуананы қазақтың әжесі мәртебесіне жеткізбей отыр. Әйгерім Асқарбай, Тілеген Бекарыстанов, Берік Бәйімбетов, Қайрат Әкімбаев, Информбюро, Қызылорда облысы. Ресей ғаламтор контентінде отыратын Қазақтелеком абоненттердің 70% қазақстандық кеңістікке көшті. Осындай жаңалымен бөліскен Қазақтелеком басшылығы алдағы уақытта ғаламтор желісін еркін пайдалану үшін тарифтерде төмендейді деді. Парламенттегілер байланысқа шықты. Нақтырақ айтсақ, халық қалаулылары Қазақтелеком ұлттық компаниясының кеңсесіне келді. Бір қызығы, ерекше саяхаттың бастамашыл тобы депутаттардың өздері екен. Қонақтар компанияның қызметтерімен танысып, тұтынушылар арасындағы кеңінен танылған инновациялық технологияның қыр-сырын көздерімен көрді. Депутаттарды қуантқан басты жаңалық, Ресей ғаламтор контентінде отыратын Қазақтелеком абоненттерінің 70% қазақстандық кеңістікке көшкені болды. Возможно, за счет строительства внедрения новых технологий, инноваций, строительство дата-центров, оказание сервисных услуг для населения. Парламенттен келген қонақтар компанияның жұмысына оң баға берді. Тіпті халық қалаулылары еліміздегі байланыс операторының қызметтермен жаңалығын өздері де пайдаланып көрді. Мәселен, сенатор Асқат Күзеков отбасы үшін ең тиімді болатын 3-де-1 қызметінің ерекшеліктерін бағалады. Жылына Қазақтелекомға 200-250 мың жаңа интернет қызметтерін тұтынушылар келеді екен. Депутаттардың айтуынша, бүгінде Қазақтелеком тұтынушыларын шоғырландырған компания. Сапалық қызметтерінің көптігі жағынан да, техникалық мүмкіндіктері жағынан да, тіпті қолжетімді тарифтері жағынан да кез келген компаниядан озып алға шыққаны белгілі дейді халық қалаулылары. Сондай Қазақтелеком клиенттері ғаламтор желісін еркін пайдалану үшін тарифті төмендетуді де қолға алған. Бұған қоса компания жетістіктің шыңына жеттік демейді. Абоненттеріне күннен күнге тиімді әрі сапалы қызмет түрлерін ұсынады. Жетістіктің бірі үйлерге жеткізілетін 100 мегабиттік жылдамдықтағы оптика талшықтарына. Получать с такой скоростью услуги интернет, вы можете получать несколько каналов телевидения, но и вы можете получать голосовые услуги, естественно. Әр үйге оптикалық талшықты арна жобасы бірнеше жылдан соң жүзеге асатын болады. Осы уақытқа дейін кең жолақты ғаламтор қалалық көп қабатты тұрғын үйлердің барлығына орнатылады. Сондай-ақ ауылдық жерлерде де сапалы жағынан кем түспейтін байланыс желісі жүргізілмек. Бұл қызметтер қазірдің өзінде сатылымға түсті дейді компания өкілдері. Лимара Сырек, Әділхан Шайков, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана. Ал Қытай, Жапония, ақш, Таиланд елдерімен қоса солтүстік Қазақстан облысында да бүгін таңертең бірнеше жылдан соң қайталанған күннің тұтылуы бақыланды. Күннің тұтылуы Сақина тәріздес ерекше болды, алайда көп жерлерде бүгін бұлтты болғандықтан халық бұл құбылысты ұзақ тамашалай алмады. Сақина тәріздес күннің тұтылуының ең үлкен фазасы Тынық мұхитының жағалауында болған. Шеңбер тәріздес тұтылу кезінде ай күннің бетін толық жаппады. Тек айдың жиегінен күннің шұғыласы көрінетіндей ғана көлегейлеген. Күннің толық тұтылуы әрбір жерде шамамен 2 минутқа созылған. Айтарлықтай үрей тудырмаса да адам бойында психологиялық қолаңсыздық пен біртүрлі сезім оятарлық құбылыстар тудырды дейді мамандар. Сондай ғалымдар мұндай құбылыстарды қызығушылықтарға күн тұтылуына қауіпсіз құралдарынсыз қарау қауіпті екенін ескертеді. Британдық сайқымазақ Саша Барон әлемдік мемлекет басшыларының жиынтық образын бейнелейтін диктатор картинасының тұсауын кесті. Фильмнің басы Солтүстік Кореяның өмірден өткен жетекшісі Ким Чен Ирдің суретіне ұқсас портретпен басталып, марқұмның құрметіне түсірілді деп жазылады. Бораттың жаңа комедиясы өзге туындыларынан алыс кетпеген. Әжуа мен мазақ күлкіге толы. Фильмдегі басты кейіпкер Алладин атты Солтүстік Африканың адмиралы. Оның образынан Ливия көтерілісшілерінің қолдан қаза тапқан Муаммар Каддафидің кейпін оңай тануға болады. Картина желісінде Ирактың бұрынғы президенті дарға асылған Саддам Хусейнге де қатысты эпизодтар бар. Борат Түркменбаш атанған бұрынғы түркмен президенті Сапармұрат Ниязовты да, Иранның қазіргі президенті Махмуд Ахмединеджадты да, ауған президенті Хамид Карзайды аямапты. Диктатор фильмін Тәжікстан мен Түркменстан бастаған бірнеше ел көрсетуге тыйым салды. Ал осыдан 4 жыл бұрын мектеп табалдырығын тебіреніспен аттаған еліміздің бүлдіршіндері бүгінде бастауышпен қоштасып ересек өмірге қадам басуда. Әл-Фараби атындағы нөмірі 145 орта мектептің 4 сынып оқушылары қалам ұстатқан ұстаздарына алғыс айтып, рахмет саған бастауыш атты мерекелік концертте өнерлерін паш етті. Біз бастауышпен қоштасып жатырмыз.
Біз өскенде жақсы маман болғымыз келеді. Әріп үйреткен апайға көп рахмет. Биылғы 4 рет тест тапсырмаларын алды. Қазақ тілі математика сабақтарынан өте тамаша, керемет, жақсы көрсеткіштерді көрсетіп отырды. Өзім сондай ризамын балаларға. Енді бұл ата-аналардың да еңбегі деп ойлаймын. Бастауышпен қоштасу мерекелік концертінде оқушылар 4 жылда үйреніп білгендерін ортаға салып, бірі ән айтса, енді бірі ойлы көріністер көрсетіп, билерімен көпшілікті тамсандырды. Мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап оқушылардың екінші анасына айналған ұстаздар қауымы оларға мейлінше жақсы білім беріп, ұлттық тәрбиені де бойларына сіңіруге тырыстық дейді. Оқушылардың жоғары сынып мұғалімдеріне қимастықпен табыстаған бастауыш сынып мұғалімдері оларға ақ жол тіледі. Ал ата-аналар балаларына жазу сызуды үйреткен ұстаздарға алғыстарын жаудырды. Ал республикамыздағы ең танымал журнал «Жұлдыздар отбасы» тәуелсіздік мерекесін арнап жариялаған 30 ойынын аяқтады. 20 жылдыққа 20 жылқы деген атпен басталған лотереяға басылымға жазылған 40 мың халық қатысты. Арғымақтарды тапсыру рәсімі салтанатты түрде республика сарайында өткізіліп, әдем ән шашу кешімен аяқталды. Көпшіліктің сүйікті журналдарына айналған «Жұлдыздар отбасы» мен «Аңыз адам» көптен бері күтілген 30 ойындарының жеңімпаздарын анықтады. Басылымдарға жарты жылға жазылған оқырмандар бағы аламан бәйгеде сыналды. Нәтижесінде аузының салуы бар адамдарға 70-тей сыйлық табысталды. Ал 20 жылқының тағдырын танымал эстрада жұлдыздары шешті. Отыстың әділі өтуін Сәбит Оразбаев, Темірхан Медетбек сынды 9 адамнан құралған аға буын қазылар алқасы қадағалап отырды. Оқырмандар арасында үлкен сұранысқа ие болып, халықтық сипат алған 30 ойынын болашақта дәстүрге айландырсам деген ойым бар, деді журналдың бас редакторы. Біз 20 жылқы тіктік. Мүмкін бізден 100 есе, 10 есе үлкен Қазақстанда нелер бар? Акционерлік қоғамдар, ірі корпорациялар жаңағы. Бірақ олар ештеңе де тіккен жоқ қой халыққа. Ешқандай да сыйлық. Тәуелсіздікке бір ерекше қуанған жоқты. Біз қуанышымызды солай бір көрсетекші дедік. Яғни біз соншалықты бай емеспіз, бірақ біз Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығын ерекше атап өткіміз келді. Жеңіске ілікпеген көрермендерде көтеріңкі көңіл күйден кенде қалмады. Танымал әншілердің өнерін тамашалап, әсерлі ән күйлеріне сусындап қайтты. Жанар Жолтаева, Ернар Құсайынов, Алмаз Бестембеков, Информбюро 1 арна, Алматыдан. Информбюроның орыс тілді жаңалықтарынан кейін Фатма Гүл телехикаясын жеріп алмаңыздар. Бүгінге осы. Алда жарнама және ауа райы мәліметі. Келесі кездескенше. Айдан аман, жылдан есен болайық.